Сақалдың пайдасы туралы оқимын десеңіз, интернетке жазсаңыз өте көптеген пайдасы бар. Мен ол діни емес тұрғыдан айтсаңыз да, еркектікке даусының жуан болуын, ерлігінің мықты болуын, мінезінің ер мінезді болуына әсер ететіндердің біреуі осы сақал болады. Егер ең қарапайым нәрсе мынау интернеттегі, мысалы анау алаңсыз төбелесіп жататын бір каналдар болады ғой, бір нәрсе деген канал әйтеуір. Соны көрсеңіз, қазіргі тіпті енді ол діни адам емес, үстін бәрі анау алапаш бір нәрсе жазып тастаған, жаңағыдегі анау татуировкамен. Сол адамдардың өздері сақал қойып жүреді да. Сосын бұл не бұл десем, енді орыс тілінде айтқанда бұл брутальность дейді. Жаңағы еркектің өзінің бір ерлігін көрсететін нәрсе. Қарасаңыз, яғни соның өзі дін ұстанбайтын адам өзі түсініп тұр да. Иә, еркек болу керек та табиғатта. Әйел болу керек, өзінің әйелдігін сақтау.